Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың әдебиетті оқу сабағы 35-ші сабақ. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз, каналға тіркеліп өз көмектеріңізді беріңіздер. Бүгінгі сабақта 35-ші сабақтың 1-ші тапсырмадан 4-ші тапсырмаға дейін бірге орындайық. 35-ші сабақ тақырып балаларға. Ребустың шешуін тап дейді. Бұл жерде балықтың 3 әрін алып тастаймыз. Лақ, лимон, ара, таға дегенді сөздерді жаңағы әріптерін ала отырып, біз ребустан сөзді шығарып алуымыз керек. Бұл жерде балаларға деген сөз шыға келді. Енді бүгінгі тақырып балаларға. Бірінші тапсырмада өлеңді үзіндісін мәнерлеп оқы дейді. Балалар, аманбысың шырақтарым, майысып көлге біткен құрақтарым, жүрмесем есендесіп тұра алмаймын, ішінен асып кетсе бір аптаның. Білемін өмірлерің тұрған жайнап, күндіз, түн жастық үшін жарық сайлап. Ай, жұлдыз күннің көзі, желменен су, бәрі де сендердікі әлемге айғақ. Күледі сендер күлсең, ол да бірге. Оны оқы дейді, білім алып босқа жүрме. Оқысаң, өмір кілті өз қолыңда, жайнайды өмір ұқсап бейне күлге. Жамбыл Жабаевтың өлеңі екен. Ақын балаларды неге теңеді? Ақын балаларды көлге біткен құраққа теңеді. Өлеңде жастық шақты табиғатпен қалай байланыстырған? Егер көп оқып білім алатын болсаң, өміріміз гүлдей жайнайды деген екен. Оқысаң, өмір кілті өз қолыңда дегенді қалай түсінесің? Яғни оқысаң, білімді азамат болып, өзіміз қалаған мамандық иесі бола аламыз. Болашағымыз жарқын жол саламыз. Өлеңдегі негізгі ой қандай? Өлеңді жаттап ал дейді. Өлеңдегі негізгі ой оқу білімге құштар болу екен. Ендеше өлеңді мәнерлеп оқимыз және жаттап аламыз. Біздерде бұл жерде түсіндірме сөздік болды. Құрақ, яғни су жиегіндегі өсетін қамыстың жас балауса кесекен. Айғақ бұл жерде дәлел, куә, бұл жерде әлемге әйгілі, баршаға белгілі деген мағынаны білдіреді екен. Келесі 2-ші тапсырмада ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап бер дейді. Жамбыл Жабаев 1846-1945 жылдары өмір сүрген, қазақтың әйгілі ақыны, айтыскер жыршы, Шу өзенінің бойындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ақынның өтеген батыр, сұраншы батыр, көрғылы атты дастандары, көптеген айтыстары мен өлеңдері бар екен. Жамбылдың балаларға арналған өлеңдерін білесің бе дейді. Яғни бұл жерде Жамбылдың балаларға арналған өлеңі бар. Бүгін оқыдық та. Жамбылдың жастық шағы көркем фильмін көрдің бе? Яғни жастық шағы туралы көркем фильм бар екен. Оны көрсек көрдік деп айтамыз, көрмесек көрген жоқпыз деп айтуымызға болады екен балалар. Жамбылдың айтыс ақын екендігін туралы не білесің? Айтыс ақын екендігін дәлелдейтін айтыс өлеңдері бар екен. Келесі 3-ші тапсырмада өлең бойынша кестені толтыр дейді. Яғни авторы Жамбыл Жабаев, тақырыбы бізде өлеңнің тақырыбы балаларға, өлеңі туралы оқу білімге шақырады екен. Келесі тапсырманы қарайық. Бізде 4-ші тапсырмаға келдік. Керекті сөздерді орнына қойып, нақыл сөздерді оқыңдар дейді. Білімді мыңды жығады, батырдан дұшпан ығады. Еңбек қымбат дүниеде, еңбек ұлық. Ерінбей ұмтылыңдар, ерте тұрып деген мақалдар бар екен. Ендеше ақынның да айтайын деген ойы осы мақалдармен сәйкес келеді екен. Білімді болуға құштарлану керексіздер балалар, еңбек ету керексіңдер. Сендердің еңбектерің осы білім. Яғни оқысаңдар, өздерінің дүниенің кілтін ашқандай боласыңдар дейді. Оқу, өмірлерінің жақсы болуы, барлығы өз қолдарыңызда. Егер жақсы оқып ұмтылсаңыздар, ынталансаңыздар, жақсы азамат боласыздар балалар. Сондықтан дүниенің кілті, яғни жақсы болып өмір сүру өз қолыңда. Сондықтан өзімізді жауапкершілікке үйретейік, білімді болу үшін көбірек оқыңыздар.
Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын, оқырмандарым. Каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.